Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен тещин язык атты тіске басардың менің дайындау әдісімен бөлісемін. Баклажанымызды видеода көрсетілген қалыңдықта тураймыз. Осы қалыңдық ең ұтымды қалыңдық. Баклажанның үстіне тұз сеуіп, су құйып бастырамыз. Сол кезде түсі шығады. Бір штук жұмыртқаға сәл тұз сеуіп, вилкамен араластырамыз. Қызып тұрған майға баклажанымызды жұмыртқаға малып пісіреміз. Қуырылған баклажанды қағаз салфетканың үстіне түсіріп алсаңыз, қағазымыз майды сорып алады. Ары қарай баклажандарымызды тарелкаге орналастырамыз. Майонезге 2 зубчик сарымсақты теркадан өткіземіз. Егер ірі зубчик болса 1 штук та жарайды. Барлық баклажанның бетіне майонезді біркелкі етіп жағып шығамыз. Қызанақты жіңішкелеп турап, баклажанның бетіне келетіндей етіп орналастырамыз. Өте дәмді тещин язык дайын. Осы әдіспен дайындап көріп жатсаңыздар, мені инстаграмда белгілеп кетуіңізге болады. Менің инста парақшам Бибінұр Хамитқызы. YouTube каналға да жазылуды ұмытпаңыз.